Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Қызық Гейм каналы. Бүгін біз Майнкрафт ойынын ойнауды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Мен бұл видеороликта итке үйшік жасап үйретейін деп едім. Сол еңбегімді бағалап, сіздер лайктарыңызды басып және каналға тіркеліңіздер. Қазір мен первое лицаға қойып алайын. Ең бірінші бізге дубовые доски керек. Міне осылайынан 6 блок сындырамыз. Міне 5, 6. Мына жақтан да 6, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жағынан да 4 жағынан да солай 6 блоктан сындырып шығасыз. Қайтадан бір блок. Енді мына блоктардың барлығын сындырып шығасыздар. Бұлардың керегі жоқ. Енді дубовые доскидан барлығын толтырып шығамыз. Енді бізге керегі котел және су. Одан кейін бізге керек гүлге арналған горшок. Қайда ол? Міне таптым. Мына жердегі біреуін оясызда котелді қойып, оның ішіне су толтырасыз. Бұл итке су ішу үшін арналған. Ал мынау енді өздеріңіз түсінетін шығарсыздар. Түсінетін шығар деген ойдамын. Енді бізге итке жататын жер керек. Черный ковер керек және люк. Одан кейін бізге красный песчаник керек. Бізге ең бірінші мына жерге 4 ковер қоямыз. Міне менің істегенімді істеп шығуларыңыз керек. Осылай. Сосын астындағы блоктардың барлығын сындырып шығасыздар. Енді олар керексіз болып қалды. Осы блоктарды сындырғаннан кейін люкті аламызды. Міне осылай қойып шығамыз. Одан кейін енді бізге итке жарық керек десеңіздер, факелді аламыз. Факелді міне 4 жағына қоя саламыз. Егер жаңбыр жаумай күн ашық болып тұрса, осылай ашып қоюға да болады. Енді бізге керегі волк, яғни итті аламыз. Және мына жаққа бізге оны үйрету үшін сүйек керек. Мына жерге волк шығарамыз. Міне жоқ, кетіп қалды. Міне осы жерге қойып қоюға болады. Біркелей басқа ит шығара салайық. Отырды. Егер жаңбыр жауып жатса, осылай жауып қоюға да болады. Мына жерден келіп су ішеді. Енді мына жерді горшокты өздеріңіз түсінетін шығарсыздар. Сіздермен болған Қызық Гейм каналы. Бұл еңбегімді бағалап, лайк басып, каналға тіркелулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.